Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет қатарлақ картоптың жасалу жолымен бөліскім келіп отыр. Өте керемет, дәмді болып шығатын бұл картоп сіздердің сүйікті астарыңызға айналады деген ойдамын. Олай болса, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Картопты тазалап аламыз. Дәмдеуіштер және панировочный сухари керек болады. Тазалап алған картопты осылай 4 бөлікке бөліп шығамыз. Кесіліп дайын болған картоптың үстіне сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламын. Енді біз сухаридің үстіне дәмдеуіштер салатын боламыз. Қара бұрыш, итальянский травы, тұз және менде копченый паприка. Бұл жерде қалаған дәмдеуіштерді салып өздеріңіз өзгертсеңіздер болады. Осының барлығын жақсылап араластырып, дайын болған картоптың үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамын. Алдын ала дайындап алған формаға дайын болған картопымызды салып, оны қызып тұрған пеште 45-50 минут пісіріп аламыз. Біздің картоп пісіп дайын болды. Осы картопқа қалаған соусты дайындасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Отбасыларыңыз аман, астарыңыз дәмді болсын.